Менің аты жөнім Сейітхан Азатұлы, PhD докторы, химия саласы бойынша қауымдастырылған профессор. Ғылым саласында жұмыс жасап жүргенімізге 14-15 жылға жуықтады. Осы салада жұмыс жасаймыз деп айтуға болады. Open Space конкурсы дегеніміз біздің ойымызша ол зертханадан өндіріске дейін барлық қатысушыларға бірдей мүмкіндік бере отырып, олардың зертханада жасалған кез келген өнімді инвесторларға таныстыра отырып, ең соңында дайын продуктіге айналдыру, яғни ол кез келген жас ғалымның арманын орындауға мүмкіндік беретін, тамаша бір мүмкіндік жарататын орта деп санаймын. Енді қазіргі кезде химиялық инженерия салатын алатын болсақ, мысалға бізде экология деп айтамыз, бірақ көп мына ғылыми ортада анекдот сияқты әңгіме бар ғой, мысалы химиктер өздері қоршаған ортаны ластайды, бірақ тазартатын да химиктер дейді. Сондықтан да экология, қоршаған орта осыған келетін кез келген бір сұрақтардың барлығымен химия айналысады. Яғни химиясыз өмір жоқ деп айтуға болады. Сондықтан да ғылымның кез келген актуалды қызықты темасының барлығымен химия және химиялық инженерия саласы айналысады деп айтуға әбден болады. Менің өзіме ең бастысы ғылым саласы ұнайтын болғандықтан, мен осы салада өзімнің идеяларымды жүзеге асырып, өзімнің жаңағы артымыздан келе жатқан жас ғалымдарға соларға білгенімізді үйретіп, өзіміздің алдымыздағы аға буын танымал үлкен ғалымдардан үлгі өнеге ала отырып, осы Қазақстанның ғылымын халықаралық аренада танытсақ, өзінің орнын қалыптастырсақ деген арман мақсатымыз бар. Осы салада осы арманға жетіп жатсақ, біздің жаңағы еңбегіміздің жанғаны деп санауға болады. Енді химия саласы бойынша көп деп айтуға болады. Енді біз көбінесе жаңағы мынау Нобель сыйлығын алған жаңағы жаңалықтарды, тағы басқаларды айтамыз ғой. Химияның жаңа қамтитын саласы өте көп. Жаңа қоршаған орта, материал тану, тағы басқа дейтін болсақ, қазіргі кезде мынау жаңадан ашылып жатқан материалдар өте көп. Өткенде ғана бізде қазақстандық ғалымдар мынау өткізгіш полимерлер, электр өткізгіш полимерлер жасап шығарды. Сонымен бірге Американың ғалымдары болаттан да берік ағаштар жасап шығарды. Яғни ертең бізге металдың тағы басқа қоры таусылатын болса, оның орнын алмастыратын басқа да материалдар көп деген сөз. Сондықтан бұл кез келген бір ғалымдардың еңбегі болашақта көрсетеді деп ойлаймын. Сондықтан бір кез келген бір мына сала қарқынды дамиды деп айтуға әлі ерте деп ойлаймын. Біз бакалаврда оқып жүрген кезімізде бізді дипломды жұмысқа жану проблемалар институтына шақырды. Сол кезде лаборант болып алғаш жаңағы зертханаға жұмысқа орналастық. Сөйтіп өзіміздің дипломды жұмысымызды бастадық. Сол кезде кейін көптеген академиктермен таныс болдық, сол кісілермен бірге жұмыс жасадық. Соларды көре жүріп, біле жүріп, осы ғылымға қызығушылығымыз артты. Сондықтан да енді бізді ғылымға тартқан осы дипломды жетекшілеріміз, ұстаздарымыздың еңбегі деп ойлаймын, өйткені солар бізді осы салаға қызықтыра алды. Жобаның жаңағы табысты болуы ең бірінші сол жобаны жасаған адамдарға, сонымен бірге командаға байланысты. Өйткені ол егер қанша жерде мықты ғалым тағы басқа болса да, ол командасы ештеңе жасай алмайды. Сосын екінші бірі жаңағы әр адам өзінің жобасының менеджері болу керек. Яғни жаңағы идея бар, патент, өнер табыс бар, сонымен бірге экономикалық құндылықтарды да есептей алатын, базар жағдайын, жаңағы бәсекелестік, осындай барлық жақтарынан жаңағы информациялар болғанда, солардың барлығын есептеп біле алған кезде жоба табысты болады деп ойлаймын. Яғни ең бастысы команда, сонымен бірге жетекшінің білім біліктілігі де өте үлкен әсер етеді. Жобаны құру бойынша, егер біз мысалға көп жағдайда халықаралық тәжірибелерді негізге аламыз тағы басқа, бірақ бұл мысалы ғылым бөлінбейді ғой, әлемдік, қазақстандық тағы басқа деген ғылымда ортақ проблемалар көп. Егер біз региондарды, өңірлерді алып айтатын болсақ, ең бастысы сол өңірлердегі ең басты проблемаларды қарауымыз керек.
сол өңірде зауыттар бар, соларға сырье, шикізат өндіріп бере аламыз ба, немесе соларды шеше аламыз ба. Егер жаңағы республикалық масштабта қарайтын болсақ, мысалға біздерде қазіргі кезде мысалға су проблемалары көп та, мысалға біз қанша жерден жаңа су проблемалары тағы басқа десек те, мысалы әлеуетті қазақстандық өндірушілер жоқ. Яғни бұл салада ғалымдар өзінің бизнесін ашса, жұмысын жасаса болады деген сияқты. Сондықтан сол ең бастысы базар жағдайын тұтынушылардың жаңағы мүмкіндігін қараған дұрыс деп ойлаймын. Келесі сұрақ. Open Space конкурсының ерекшелігі неде? Open Space конкурсының ерекшелігі мұнда жас ғалымдарға, жас дарындарға мүмкіндік берілген. Олардың жаңағы ғылыми дәрежесінің бар жоқтылығы, немесе олардың жаңа жобаларында жаңағы не дейді, экономикалық құндылықтардың бірден көрініп тұрмауы болса, оларға ешқайсына мән берілмейді, барлығына бірдей мүмкіндік беріледі. Сонымен бірге әр ментор солармен бірге жұмыс жасап, оларды табысты бағыттарға қарай жетелейді. Сондықтан да бұл әркімнің жас ерекшелігіне, ғылыми дәрежесіне қарамай бірдей мүмкіндік берілуінде деп санаймын. Бұл жерде екеуі де өте маңызды. Енді идея міндетті түрде ол маңызды, бірақ жасалу жолы және оны инвесторға, басқа қоғамдық орталарға көрсете алуы, ол жаңағы идеядан да маңызды деп санаймын. Өйткені егер сізде жақсы күшті идея бар, бірақ оған сіз әрекет жасамасаңыз, ол идея күйінде қалады, ол ешқандай экономикалық құндылық жарата алмайды. Енді қатысушылардың ең бастысы бұл жаңағы проект жобаға, конкурсқа қызығушылығы өте жоғары. Ал маған ұнады, өйткені жаңағы бакалаврдың студенттері, докторанттар барлығы бірдей мүмкіндікте осы конкурсқа қатысып жатыр. Ең басты олардың осы конкурсқа деген қызығушылығы, ғылымға деген сүйіспеншілігі мысалға маған ұнады. Екіншіден, оларда жаңа мынау өңірлік проблемаларды өте дәл тапқан. Яғни идея өте маңызды. Тек қана сол бағытта жұмыстар жасап, ары қарай жетелесек, ертең үлкен табысты жұмыстарға алып келуі мүмкін. Енді қаржылық мүмкіндіктер деген кезде мен инвестицияны жас мамандарға, жас ғалымдарға салатын едім. Өйткені мынау қай жылдары есімде жоқ, осы Малайзия, Сингапурдың премьер-министрі келген кезде сол кісінің бір айтқан сөзі есімде қалыпты. Қазақстанда сіздер керісінше жасап отырсыздар, инвестицияны сіздер мұнайға салып отырсыздар, инвестицияны керісінше біз адамдарға салуымыз керек деген сөз есімде қалды. Сондықтан да мен осындай мүмкіндік болса, инвестицияны біздің болашағымыз жас мамандарға, жас ғалымдарға салатын едім. Табысты адамдар бұл жерде менің ойымша, ол кез келген салада өзін көрсете алғандар, сонымен бірге қоғамның кез келген бір бағытында өзінің көмегін көрсете алатын, сол бағытта табысты жұмыс жасап жатқан кісілер деп санайтын едім. Мысалы, ғылымда болса, ғылыми команда қалыптастыра алған, табысты жобалар жасаған, өнер саласы тағы басқа да болса, әркім өзінің саласында табысты, сапалы жұмыс жасай алса, сол кісілерді табысты адамдар деп санауға болады деп ойлаймын. Мен енді көбінесе өзім ғылымдағы тұлғаларды өзімізге үлгі тұтамыз. Әбу Насыр әл-Фарабидің жаңағы тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы деген сөз бар. Сол сөздерді біз мысалға үнемі назарда ұстаймыз. Сонымен бірге қазақтың ұлы ғалымдары Қаныш Имантай Сәтбаевтың, Бауыржан Момышұлы, сол кісілердің тұлғасын өзімізге үлгі тұтамыз, және ол кісілердің жаңағы нақыл сөздерін үнемі есімізде сақтаймыз. Сонымен бірге ғылымда өзімізге дәріс берген ұстаздарымызды үнемі өзіме үлгі тұтамын деп айтуға болады. Енді ғылыммен айналысуға мен бакалаврда оқып жүрген кезде, дипломдық жобаны бастаған кезде, ұстазым Бұхайыр Аймаханович Мансуров өзі ғылымға қызықтыра алды, кейін үлкен проекті жобаларға тартты. Сол кезде бастап мен білдім, кез келген бір жұмысты, техникалық проблемаларды
ғылым мен ғалымның көмегімен шешуге болатынын білдім. Сондықтан осы жолды өзіме таңдадым деп айтуға болады.